жолдасы подписание жасагандан кийин клиенттин ким заявка берип атыр субсидияга, сол кишинин личный кабинетине кайтып киребиз. Жолдасы сообщениеге личный кабинетте подписание жасагандан кийин міндетті түрде кайтып заявка берип аткан адамдын личный кабинетине киремиз да. Ары карай башка этаптардан өтүү керек болот. Мына личный кабинетке кирдик. Осы сол бетинде субсидирование аренда деген батырманы басамыз. Ары карай мына подписано родственникам деп тур. Көк жолакпен басамыз да ичине киремиз. Мына балдарының 18 жасқа толмағандықтан подписание не требуется деп тур. Жолдасы мына подписан деп тур. Подписание жасалды успешно. Мынау енді результат проверкасының суммасы шықты. Подтвердите банковское. Так, банковский подтверждение жасау керек. Бізге текущий счет на открытие. Осы жерде банковский счеттың, текущий счеттың ашылғанына заявленияға подписание жасаймыз. Подписать деп эрсамен жібереміз. Бұл жерде енді мына жақта сұрақтарды оқып танысып шығыңыздар. Гражданин резидент США деп тұр. Онда ешқайсы жатпаймыз біз. США-да счетымыз жоқ, азаматтығымыз жоқ, пропискамыз жоқ деген сияқты, оның қажеті жоқ. Біз ешқайсына жатпағандықтан біз тек қана подписание жасаймыз. Эрсамен қол қоямыз. Подписать батырмасын басамыз. Енді мына проверка прошла успешно деп тұр. Ары қарай бұнда жүктеп алсаңыздар болады уведомленияны. Бұл жерде бұл отбасыға тағайындалған сумма, яғни 193.007 теңге, оның 50%-ын үкімет 96.503 теңгені төлеп береді. Қалған 96.503 теңгені өзі, яғни құю керек. Мына 80 метр квадраттан төмен үй болмау керек. Яғни осыдан жоғары болса, артығын өзі төлейді, кем болса, мына суммадан кеміп қалады. Яғни бізге 80 метр квадраттан төмен болмау керек үй. Ары қарай келесі этаптан бізде хозяйканың несі керек? Текущий счеты керек, сосын иіні керек, хозяйканың. Бізде хозяйканың иіні, біз иінін аламыз, хозяйкасының. Хозяйканың міндетті түрде ЕГОВ сайтына кіріп, кадастр номерлерін жүктеп аласыздар. Иінін да соқ жақтан аласыздар. Осында біз вставить деп қоямыз. Келесі этап данные об арендателе деп тұр. Арендодателі хозяйканың, яғни жеке мағлұматтасы. Отправить батырмасын басамыз. Отправить деп жібереміз. Яғни барлық данылар шығады. Жанбаева Құттығыз Аштаевна деп тұр. Енді обновить батырмасын басамыз. Енді бұл кісінің де личный кабинетіне кіріп, подписание жасауымыз керек. Ары қарай формирование договор жасау үшін. Оны келесі сабақта көрсететін боламын.